Баршаңызға сәлем, сіздермен Гүлсая. Бүгін сіздерге үй жағдайында өте дәмді, өте пышный болып шығатын шоколадный пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыздар, және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Өте оңай, қарапайым заттардан жасалады. Ең алдымен таза құрғақ ыдысымызға 2 жұмыртқаны салып, үстіне қантты қосамыз. Және де жақсылап венчикпен араластыратын боламыз. Бұл жерде біздің қантымыз толықтай еруі қажет. Шамамен 5 минуттай араластырып, осындай қоспа болғанша араластырасыздар. Сонан соң үстіне сұйық майымызды құямыз. Сұйық майыңыздың иісінің болмауы маңызды. Жақсылап тағы да араластырасыздар. Соңында сгущенканы құямыз. Егер сізде сгущенка болмаса, орнына сүт құйсаңыздар да болады. Тағы да жақсылап бір келкі масса болғанша араластырасыздар. Енді құрғақ қоспаларымызды біріктіреміз. Ол үшін илектегі ұнымызға какаомызды салып, үстіне 1 ас қасық қопсызғышты салып, жақсылап сол илектің ішінде жақсылап араластырып аласыздар. Байқасаңыздар, бұл қоспалардың барлығы үй жағдайында табылады, өте қарапайым заттардан жасалады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Енді осы илектегі ұнымызды қоспамызға аз-азын салып, венчикпен араластыратын боласыздар. Егер барлығын салып жіберсеңіздер, бізде пышный шоколадный пирог шықпай қалуы мүмкін. Мінекей, бізде осындай қоспа шығуы қажет. Енді осының үстіне ең соңында осындай жылы суымызды құйып, жақсылап араластырасыздар. Мінекей, осындай сұйықтау болуы қажет. Енді осы қоспамызды пергамент қағаздың үстіне құятын боламыз. Мен ешқандай да май жаққан жоқпын, себебі менде поклан қағазын қолданамын. Егер де сіздерде поклан болмаса, міндетті түрде май жағуларыңыз қажет. Енді 180 градуста 30 минутта осы пирогты пісіріп аламыз. 30 минут өткеннен кейін менің пирогым пісті, өте жұмсақ болып шықты. Толықтай суытасыздар, және де бетіне шоколад немесе сахарный пудраны әсемдесеңіз де болады. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Гүлсая. Менің каналыма өтіп, неше түрлі рецепттерді қарай аласыздар.